Барлықтарыңызға сәлем достар. Және де бүгін мен жаңадан сериал бастайтын боламын. Ол сериал бізде ұқыпты қыз деп аталады. Және де достар, бұрын мен ютубқа көп келмей кеттім. Өйткені менің уақытым болған жоқ. Бірақ қазір уақытым бар, сондықтан мен қайтадан ютубымды дамытқым келеді. Бұл жерде бізде 3 емес 4 басты кейіпкер бар. Қазірге мен сіздерге 3-еуін таныстырамын. Мына қыз бізде Алина, ал мына отырған ол мамасы, оның аты Сәулім. Ал жанында отырған ол кішкентай қыз, яғни оның сіңілісі, оның аты Алина. Яғни екеуінің аты бір-біріне ұқсайды. Туф, мына жерді кім шашып тастаған? Алина, тез кел де мына жерлерді жинап таста. Бол. Қазір күте тұрыңызшы, мына сокты бітіріп тастайын. Туф, үй жинағанды жек көрем. Әпке, сіз не жазып отырсыз? Мен қарасам бола ма? Түсінбейді екем. Рахмет, мен кете берейін. Ал, тортымыз дайын. Енді барды әпкеңді шақырып кел. Мен мұнда ішетін соктарымызды қоя берейін. Аздап күйіп кетіпті. Бірақ дәмді екен. Шынымен дәмді екен, маған ұнады. Олай көп алып жемесеңші, кішкене мәдениетті бол. Ой, кешіріңіздер. Анашым өте дәмді жасайды. Маған да ұнады. Так, ертең важный день, сондықтан заттарымды жинап ертеңге дайын тұруым керек. Қазірге планшеттерім планшет емес. Ноутбуктарымды салмай тұрайын. В общем, достар, бағана мен сұрап жатқан ғой. Содан кейін, оказывается, запись жүрмей қалыпты. Сондықтан кейбір жерлерін сұрамай қалдым. Осы кезде мамасы тамақ жасап бәрін істеп қояды. Таңертең болғаннан кейін, сосын қыздарды оятуға келеді. Балам, сен не тұрып алғансың ба? Анашым, қазір тұрып түсейін деп жатқам ғой. Телефонның орны қозғалып кетіпті. Түнде сіз ұйықтап жатқанда кішкене ойнағам. Жарайды, ештеңе етпес. Киініп ал да барып тамағыңды іш. Мен қазір әпкеңді шақырып келем. Қызым, сен тұрып алыпсың ғой. Анашым, тұрып алғанмын. Қазір тапсырмамды жазып бітірдім. Ендеше жүре ғой, шайым дайын, жүр шай ішкелейік. Бүгін тағы адамды не әзірледіңіз? Айтпаймын. Мен сүйікті тамағымды жасапсыз ғой. Так, енді жиналатын уақыт келген сияқты. Так, ноутбуктарымды алайын, сосын дәптер барлығын алуым керек. Қатты қол ашып тұрмын. Жарайды, ештеңе етпес. Енді өзіме киім таңдауым керек. Қандай киім алсам екен? Сол жерде ұйқы киімді аламын. Сыртқа шығатын көйлекті аламын. Үйде киетін көйлекті де аламын. Қыстық киім. Нақты білмеймін, бірақ үйге келе алмасам керек болады. Көйлек обязательно керек. Білмеймін, бірақ керек болар. Болды, осы көйлектер жететін жер. Типа олар осылай киініп жатады. Мен жаңадан алған көйлегімді киініп тұр. Ал сен не киесің? Как обычно, сүйікті киімді кием. Ал мен жаңадан алған көйлегімді киейін.
вау, әдемі болып тұрсыз. Рахмет. Ал енді біздің Ханшайым қайда жүр екен? Міне мен барлық киімдерді алдым, қысқы киімдерді де алдым даже. Осы жерде деп ойлаймын. Кеттік пе? Иә, кеттік. Ананы маған берші. Бәсе, енді дұрыс болды. Одан да Алинаны ұстап жүр. Ал кеттік ендеше. Мен қазір есікті құлыптай салайын, сендер шыға беріңдер. Достар, ал осымен бірінші серия аяғына жетті. Иә, бұл аз болды, өйткені менің де записьте мүлдем даусым түскен жоқ, сондықтан мен бұл видеоны озвучивать етіп отырмын. Содан кейін мен бұған кішкене приколдар қостым, чтобы сіздер кішкене көңіл күйлеріңізді көтеру үшін. И, кстати, достар, егер сіздер менің дауысымсыз түсіргенді қаласаңыздар, онда комментарийға жазып кетіңіздер. Мен келесі серияларды дауыссыз түсіретін шығармын. Сонымен қатар, егер сіздерге видео ұнаған болса, онда лайктарыңызды басып, арнаға тіркелмеген болсаңыздар, тіркелуді ұмытпаңыздар. Всем пока!